Hello children, how are you today? Now let's start today's lesson out of night. Exercise 26. Read, choose and complete and listen and check. Be bright, be seen. Яғни жарқын болыңыз дейді балалар. Мынау мәтіндегі қалып кеткен сөздерді табуымыз керек екен, және де бізде суреттермен берілген, сол суреттердің жанына ағылшынша атын жазуымыз керек. For example, caps, shoes, bags, stickers. Балалар, осылай жазып аламыз. Next exercise 27, read and match. Яғни бұл жерде бізде антоним берілген. Сол антонимді жазып табуымыз керек, сәйкестендіруіміз керек. New, old, big, small, long, short, bright, dark, warm, cold. Осылай балалар жазып аламыз. Бұлардың барлығы сын есімдер антонимдермен бірге. Next, we talk about comparative adjective. The blue helmet is smaller than the red helmet. Яғни қызыл шлем, көк шлем қызыл шлемге қарағанда кішірек, Small кіші, smaller кішірек. Big үлкен, bigger үлкенірек. Яғни осындай сөйлемдерде біз бір-бірімен заттарды салыстырған кезде осындай салыстырмалы шырайды пайдаланамыз. Енді осы ережеге сәйкес жаттығулар орындайтын боламыз. Next exercise 28, read and check. The boy is darker, The boy is older. Яғни мына екі сурет салыстырамыз. Қайсы сурет қараңғылау, қайсы суреттегі бала үлкенірек. The bike is newer. Қайсы суретте велосипед жаңарақ, Осылай дұрыс нұсқасын белгілеуіміз керек. Яғни бір-бірімен салыстыра отырып балалар. Exercise 29, a poster of bright or reflective clothes and things to wear on dark days or you are out at night, present it to the class дейді балалар. Яғни түнде сыртқа шыққан кезде, киген кезде жарыққа шағылыстыратын киімдер туралы, яғни сіздер плакат жасаңыздар дейді. Сол плакатты сыныпта көрсетіп талқылаңыздар дейді. Балалар, мен өз нұсқам сіздерге қалдырдым. Осыған ұқсас тұрып, өз нұсқаларыңызды жасасаңыздар болады. Exercise 30, listen and read. Балалар, яғни біздерге қысқаша мәтіндер берілген, соларды оқуымыз керек. Hello, my name is Angus. I'm from Scotland. I'm wearing a kit. It's our traditional costume. Do you like it? Яғни бұл Шотландияның баласы және Шотландияның ұлттық киімін киіп алыпты. Және сендерге ұнайды ма дейді. I'm Kanat from Kazakhstan. I'm wearing a traditional Kazakh costume. I like my black and gold jacket. Мен Канатпын, Қазақстаннанмын. Мен қазір қазақтың ұлттық костюмын киіп тұрмын. Маған ұнайды қара және алтын түсті жакет. I'm Marumi. I'm from Japan. I'm wearing my favorite pink and white kimono. Мен Марумимын. Мен Жапониядан боламын. Мен өзімнің маған сүйікті розовый және ақ түсті кимономды киіп тұрмын дейді балалар. Яғни әр елде өзінің ұлттық киімдерін киіп тұр екен балалар. Next exercise 31, read and choose. Яғни тест түрінде берілген, соны дұрыс нұсқасын біз табуымыз керек. Яғни ол костюмдер туралы сұрақ берілген, және де ол костюмдер қай елдің костюмдері, жаңа алдыңғы мәтінге байланысты. Сіздер оқып, өздеріңіз орындасаңыздар болады, өйткені біз мәтінді толықтай аударып шықтық, ал дұрыс нұсқасын мен де қалдырып қойдым. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Goodbye!